Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы білесіз бе? Және оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Ендеше бірге барлық ақпаратты көрейік. Сіз арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ал кеттік. Пияздың қабығы Е, В, С, П витаминдеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне өте бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттардың арқасында пияздың қабығы терінің саулығын жақсартатын әрі жасартады. Қан, жүрек қан тамыр жүйелерінің ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты артырады, иммунитетті нығайтады. Тіпті рак ауруымен де күреседі екен. Ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршаудан басып қуаттандырады. Ал ағзаны ішекпен тазалап қана қоймай, ағзаны құрттан да арылтады екен. Қан тамырларын да тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттеп, терідегі безеу немесе экзема сияқты тері ауруларының жазылуына да оны видеоның соңына қарай айтатын боламын. Сондықтан арнаға тіркеліп, видеоны толығымен көріп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қалай емдейді? Жүрек жүйесіне келетін болсақ, қан тамыр жүйесін қуаттандырып қана қоймай, қанның ұюының алдын алады және жараның тез жазылуына септігін тигізіп, жүректің қағысын ритмін реттейді. Ал асқазан жүйесіне келсек, жұмысын жақсартып қана қоймай, ішіндегі шырышты заттарды шығарып, артық сұйықтықтан арылтып және бүйрек ауруының да алдын алады. Варикоз, геморрой, белсіздік, атеросклероз ауруларынан да айықтыруға өз көмегін тигізеді. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буын айналасындағы ауруларды да емдейді. Сондай-ақ инфекциямен күреседі, яғни суыққа, вирусқа, саңырауқұлақ деген сияқты инфекциялық ауруларға да өз көмегін тигізеді. Түрлі тері ауруларын, соның ішінде қайызғақ болатын болса, табанның қотырын, қабыршықтанудан, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Және де шаш түсетін болса, оны қайраттандырып, қуаттандырып, әрі жылтырлығын арттырады екен. Ал енді оны қалай қайнатып ішеді деген сұраққа жауап алатын боламыз. Бүйрек ауыратын болса, ол үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоямыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып, шамамен 30 минуттан кейін тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 реттен ішесіз. Ал қан қысымын жоғарылаған жағдайда пияз қабығын шай сияқты демдеп ішесіз. Яғни 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң, ол суыған соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымды реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруын айығасыз, яғни суық тигізуден сақтанасыз. Тәбетіңіз артып, қан тамырлар тазаланады. Арнаға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыз.